Сәлем достар, мен бүгін сіздермен керемет жұмсақ ауызға салса еретіндей кекс жасайтын боламыз. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер және соңына дейін көріңіздер. Лайк мен үшін шабыт болар еді. Ол үшін бізге 4 үй жұмыртқасын алдым. Үй жұмыртқасы өте керемет болып шықты. 3 қасық қант қосамыз және жақсылап араластыра отырып, оған 1 ас қасық ашытқы қостым. Кішкене тұз салыңыздар болады, қалауларыңызға қарай. 400 граммдай су құйып, ашытқымыз толық ерігенше араластырып аламыз да, оған 600 грамм ұнды 2-3 бөліп салып, бетінде бұршық қалмағанға дейін араластырасыз. Осындай қоймалжың шығады. Бетін жауып шамамен 1 сағат ашытып қоямыз. Көтеріледі осылай. Қамырдың осындай керемет көтерілген байқасаңыз, ары қарай мен бар үйдегі күнжіт қостым. Үстіне сухой фрукты салдым. Сіздер қалауларыңызға салуларыңызға болады. Енді сухой фруктымызды жақсылап отырып араластырамыз. Осындай қоймалжың сұйықтық пайда болады. Және мен 8 кесе алдым. Сіз ішін жақсылап әрқайсысын майлап, сұйық маймен майлап май жағып алдым. Ары қарай осы жаңағы сұйықтығымызды осы кеселерге орта етіп бір-бірлеп құйып шығамын. Бұл рецептіні мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Сіздер де бірінші рет жасаған кезде қобалжу болады ма? Жалпы ортаға сала отырсаңыздар, пікір қалдырып, видеода көрсетілгендей етіп, орта кеседен барлығына толыққанды салып, ең қызығы бұл рецепті духовта емес, мантабаркада пісады. Міне мен толықтай салылдым. Байқасаңыздар, 8 кесеге салып шықтым. Әрі қарай мен міне кеселердің бетіне қалған сухой фруктыны салып, үстіне мак септім. Өте әдемі көрінеді қазір піскенде. Ары қарай мантабаркімізге осылай жайғастырдық. Негізі бір мантабаркіге ғана пісіргеніңіз жөн екен. Өйткені астында қойған мантабаркінің беті өскен кезде осылай томпимай қалады екен. Міне менің керемет кексім сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.